Сәлем достар, сіздермен бірге драма тайм. Бүгін біз 2020 жылы шыққан «Ответственная гражданка» Корея фильміне разбор жасайтын боламыз. Алдымен басқа да қызықты видеоларды жіберіп алуыңыз үшін каналға жазылуды ұмытпаңыз. «Ответственная гражданка» 2014 жылы 2016 жылға дейін вебтун форматында шыққан, мангхваға негізделген фильм. Вебтун оңтүстік Кореяның білім беру жүйесінде ең өзекті мәселелердің бірі қорқыту бопсалау мәселесін көрсетеді. Сақылардың құрбандары әділдікті қалайды, бірақ оған жету оңай емес. Көбісі өздерінің қайғы-қасиеттері туралы үндемейді және мектеп жылдарында қандай да бір жолмен аман қалу үмітімен басқалардың қорлауын елемейді. Шимен қорғаушы періштенің бейнесі. Шимен хапкидодан бұрынғы чемпион. Ол үшін қорқынышты деген ұғым жоқ. Қыз әрқашан қалаған алады. Ол кез келген кедергіні оңай жеңіп, жақсы жауап береді. 7 жылдан кейін ол орта мектепте уақытша мұғалім болады. Қаһарман қыз штаттық мұғалім болуды армандайды және қиыншылықтан аулақ болуды тырысады. Шимен өзін әлсіз және қорғансыз мұғалім ретінде көрсетуді шешеді. Жүрегі осал, мінезі жұмсақ, аңғал деп кейіп танытады. Өз мақсатына жету үшін мектептегі алаңдатарлық жағдайларды мүлде елемейді және айналасында болып жатқан әділетсіздіктерге көз жұмып қарайды. Алайда бұл мектепте бала беделді отбасынан болса, онда ол оқу орнын бақылауда ұстайды. Бұл мектептің жағдайы да солай болды. Бұл мектепте Хан Суган есімді жігіт ұстайтын. Ол небәрі оқушы болғанына қарамастан, оған мұғалімдер, завуч, тіпті мектеп директоры де қорқатын. Өйткені ол өте беделді, ауқатты отбасынан болатын. Bir күні Шимен Суганның сыныптасын қалай қорқытып, ұрып соғатынына куә болады. Көп ұзамай жігітпен сөйлескеннен кейін оған мүмкіндігінше көмектесуге шешеді. Алайда бастапқы кезде екі ойлы болады, өйткені ол тұрақты мұғалім болуды қалайды. Алайда Хан Суганның жасап жатқан озбырлығына шыдамаған Шимен ол қылмыскермен өзі түсінетін тілде сөйлесуге тырысады. Шимен әрқашан қорланғандарды қорғап, оларға көмектеседі. Ол мектептегі қорқынышты жағдайды елеусіз қалдыра алмайды. Бұл жерде әрбір студент Суганның көзқарасын көруден қорқады, бірақ Шимен ештеңеден қорықпайды. Ол тіпті бетін мысық маскасының астына жасырып, құбыжықпен қарсы тұруға шешеді. Ата-аналар мектеп кеңесінің мүшелері болып табылады. Жалпы оны үнемі ақтап шығатын. Оған қарсы шығатындарды ұрып соғып, барлық мектеп алдында мазақ етеді. Немесе бұл суицидке әкеледі. Бірақ бұл Шименге тап болған шақ. Сондай-ақ Шименнің басынан өткен оқиғасы өте қатты ұнады. Неге чемпион болмады? Неге әкесімен ұрсып қалды? Жалпы кейіпкердің барлық оқиғалары қызықты. Сондай-ақ көп нәрсені әзілмен байланыстырып көрсетеді. Бірақ жылайтын кездер де кездеседі. Осылайша Шимен Суганның достарымен баскетбол ойнап жатқан жеріне соққыға алады. Таяқ астында қалған Суган қатты ашуланады. Келесі күні ол маска астындағы адамды таппақ болып, алайда таба алмайды. Шимен кейіндікте тек Джин Хённың өзін ғана емес, әжесіне де тыныштық бермейтіндігін біледі. Осылайша Суганның достарымен бильярдта Джин Хённың үстіне әлдебір жазу жазып, оны ұрып соғып тамақ әкелуге жұмсайды. Оны естіген Шимен араға түспек болып, маскасын киіп алып Суганға бет алады. Екеуі төбелесіп жатқан кезде Джин Хён келіп пышақ тықпақ болады. Оны тоқтатпақ болған Шимен сол қолынан жарақат алады. Келесі күні Суган мектептегі барлық оқушыларды сол қолын тексеріп шығады, бірақ таппайды. Не істерін білмей тұрған Суган терезеден Шименнің приемдарын көріп, маскасындағы Шименнің екендігін біледі. Ол оны бопсалап қорқытпақ болады. Мектеп оқушылары мысыққа үлкен сенім артады. Оны қолдайтын адамдар саны күн арта көбейе береді. Осы кезде мектепте үлкен мереке болғалы жатыр еді. Сол кезде Шимен мен Суган жекпе-жекке шығады. Екеуі бір-бірін аямай ұрып соғып бастайды. Жекпе-жек ортасында Шимен маскасын шешіп, өзінің кім екенін бүкіл мектепке көрсетеді. Осылайша Шимен Суганды жеңіп шығады. Джин Хён екеуі полиция бөліміне келіп арыз қалдырады. Оларға Суганның дос қызы телефонында барлық түсірген видеоларын беріп көмектеседі. Осылайша Шимен өзінің ісін одан әрі қарай жалғастыра бермек.
Видео ұнаған болса, каналға жазылып, өз ойыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.